Саламатсыздар ма сүйер қауым? Міне бүгін енді мынау 5 август 22 жыл 5 күн метронидазолды беріп жатырмыз. Бұл пропойка әлі жалғасып жатыр. Индюктің балапандарына метронидазол. Міне мынандай адамның аптегінде мынандай метронидазол таблетка түрі де бар, мынандай түрі де бар. Бұны енді ішінде 2 таблетка, негізі жалпыда жазған 4 таблетка 1 литр суға деп. Бұл мынау готовый система ғой, мынау готовый система, адамға салатын, адамның аптегінде ғой, міне астында мынандай несі бар, іліп қоятын. Бұның ішінде 2 таблетка, бұл уже раствор готовый, осыны 1 литр суға езіп, біз қазір беріп жатырмыз. Енді мен бұны өзім жасап жатырмын, сіздерге жаса деп жатқаным жоқ, бірақ мен солай жасап жатырмын. Әркім өзінің жаңағыдай инструкциялар бар ғой, балапандарына беретін. Мен өзім осылай жасап жатырмын, сіздерге көрсетіп жатырмын. Қазір енді балапандарға барып, осы метронидазолды езіп береміз. 1 литр суға 1 флакон. Осының ішінде 2 таблетка метронидазол езілген. Міне индюк балапандары. Метронидазолын бердік, жемін жеп жатыр. Жетеуі қалай шықты, пөтөтө жетеуі солай өсіп жатыр. Пропойка деген бұл жақсы. Балапанды ауырмау үшін ертең аурудың алдын алып жатырған жайымыз бар. Міне қазір айдан асты, 28-інде июльдің 1 ай болды ғой. Бүгін 5-і, уже 1 апта, 1 ай 1 апта. Сонда 37 күнде болып қалған ғой да. 28-і 3 күн, 5 күн, 8 күн, 38 күн. Міне 38 күн, 40 күнде осындай болып тұр. Үлкен болып өсіп қалды, көрініп тұр. Шетінеген жоқ, бәрі өсіп жатыр. Менің тағы да бір индюгім, индейка. Балапан басып жатыр. Алла берді, августтың аяғына қарай шығады ғой деп расчет жасап отырмыз. Астында жұмыртқасы бар, қазір оны көрсетемін сіздерге. Осы балапандардың мамасы, папасы көрсетеміз қазір. Міне балапандар жемдерін жеп жатыр, суын ішіп, жемін жеп. Қандай кереметті, біршама өсіп қалды, немден болып көрініп тұр уже. Молодец. Айбат шегет еще. Енді бұларға мынау қазір астаулары кішкентай болып жатыр. Енді үлкейту керек, астауын да үлкейту керек. Су құятынды да үлкейту керек уже. Бұлар өсіп жатыр уже. Осындай жағдай. Енді мамасына барайық. Мамасы балапан басып жатыр тағы да. Міне мынау папасы. Индюк. Оны жатыр міне. Жаңағы қоңыр қара балапандардың мамасы. Тағы бір ағы бір. Тамақ жеп жатыр ан жақта. Кухняда тамақ жеп жатыр. Мынау жатыр. Балапан басып жатыр. Алла бұйыртса, августтың аяқтарына қарай болып қалар. Мынау папасы. Индюк. Хозяин. Хозяин дома. Міне осындай. Қыстардың жағдайы. Бұны өру салбырап тұрғандары, сақалдары ма, незет ма, жаңа әппақ болды. Енді қып-қызыл болып тұр. Өзгере ма бірдеңе? Осыны мен байқап жүрмін соңғы кезде. Жаңа әппақ болды. Енді қазір қып-қызыл болып тұр. Өру салбырап жүргендері, мұрнындағысы, аузындағысы. Білмеймін. Әне салбырап жүрген аузындағысы қысқарып кетті. Жоқ, салбырап тұр жаным. Құдай. Су ішкісі келіп тұрдың, қазір суға келеді қазір. Бұларды қарап отырсаң қызық енді. Бұларда да бір осындай өмір бар ғой енді. В мире животных. Мамаша жатыр. Сау, саламатта болыңыздар. Заман тыныш болсын. Аман болайық, құстарымыз өсе берсін.